Кеш жарық, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен бірге түгел сөздің түбі бір, түп атасы майқы би атты көне мәтел сөздің мағынасын ашуға, соның сол сөздің туу сыр себебін түсіндіруге, немесе соны бір-бірімізге ұғынысу үшін кездесіп отырмыз. Бұл түгел сөздің түбі бір, түп атасы майқы би деген сөз туралы, бұл сөздің шығу оқиғасы, шығу себептері туралы біздер зерттеу еңбектерін жазған болатынбыз. Соның бірі Абылай хан ғұмырнамасы миф пен шындық деп аталады. Бұл 2005 жылы Астананың Фолиант кітапханасынан шықты. Екінші кітабымыз 2013 жылы Евразия университетінің ректоры, тарих ғылымдарының докторы Ерлан Батташұлы Сыдықовпен бірге хан Абылай таным және тағылым атты жаңа монографиялық зерттеуімізде жарияланды. Сондықтан бұл сөздеріміздің барлығы кітапқа түскен, таңбаланған. Сондықтан сол ойды енді мынау қазіргі заманның техникасы арқылы тыңдармандарға жеткізу үшін сол сөздің мағынасын талдап отырған жайымыз бар. Бірінші, осы сөз талдамас бұрын майқы би кім еді деген мәселеге назар аударайық. Қазақ аңыздарында майқы би бұл жаңағы көп жиі кездесетін тұлға. Бұны қазақтар Үйсін майқы би деп атайды. Сол Үйсін майқы би қазақтың Шыңғыс хан болған кезде оның хан көтеруге қазақ атынан барған ру деп атайды. 12 рудың бірі дейді. Үйсін руынан барған екен дейді, таңбалған екен дейді. Осындай көп деген аңыз бар. Бұл Шәкәрімнің еңбегінде, Шәкәрім қажының еңбегінде, Мәшһүр Жүсіптің еңбектерінде бұл толығынан айтылады. Оның бәрін қайталамай қояйық. Бір сөзбен айтқанда, майқы би қазақ хандығының негізін қалаушылардың бірі. Ол жаңағы Шыңғыс ханды хан сайлауға қатысқан, кейін қазақтың ханы Алашаны сайлауға қатысқан, хан қылуға. Сондықтан бұл қазақ арасында жиі кездесетін тұлға. Енді майқы би кім еді? Тарихи деректері бойынша майқы би бұл Шыңғыс замандағы билердің бірі, бектердің бірі. Бұл мынау Моңғолдың құпия шежіресінде, Тарихи Рашидиде, Қадырғали Жалайырдың шежіре кітабында бұл байқу деп аталады. Жалпы қазақ түркі тілдерінде б мен м деген дыбыс бір-бірімен ауыса береді. Сондықтан мысалы біз мақта десек, өзбектер пақта дейді деген секілді. Біздер түркі тілінде сол м мен м-ның м дыбысының, м дыбысының, орысша айтсақ м дыбысы, қазақша айтсақ м дыбысының б неге п-ға ауысып отыруы фонетикалық жаңағы осындай құбылыстар бар. Сондықтан сол байқуды көп зерттеушілер осы майқы соның прототипі дейді, байқудың. Ал енді Тарихи Рашидиде сол байқу би жаңағы Шыңғыстың оң жағынан орын алатын еді дейді. Кейін Шыңғыс Жошыға ұлысты берген кезде, Алтын Орданы берген кезде байқыны 4000 әскерімен Жошыға берген еді дейді. Енді бір қызығы, осы жерде оқырмандар назарын салу керек деп ойлаймын. Сол шежірелерде, шежіре кітапта Тарихи Рашидиде, Қадырғалиде де майқының руы Бағарен руынан дейді. Ал енді қазақта ол жаңағы Үйсін руы болып жүр. Мынау Қарақалпақтарда қазаққа өте жақын халықтың бірі Қарақалпақ. Онда майқы жаңағы табын биінің түп атасы. Міне осы сөз майқы деп отырғанымыз сол Шыңғыс заманындағы жаңағы байқу деген ұғымды тарихшылар, фольклоршылар осыған келіскен. Сондықтан сол келіскеннен бұрын таниды деп айтқанымыз дұрыс болар.
солай бағалайды, солай таниды. Енді түгел сөздің түп атасы майқы би деген сөз қай кезде шыққан? Бұл сөз Машқұр Жүсіптің еңбектерінде көп кездеседі. Бұл мәселе арнайы аңыз бар. Жаңағы түгел сөздің түбір түп атасы майқы би деген кісі болған деген сөздер тіркестер айтылып отырады. Бұл майқы бидің оқиғасы, бұл оқиға мынау Алаша ханға байланысты айтылады. Алаша хан қалай хан болды? Қазақтың аңыздары бойынша жаңағы бір ханның алтын бел деп аталады Машқұр Жүсіпте, Бұқара ханы Абдулла деп аталады, жаңағы Мұшахан Уәлиханов жазып алған аңызда. Жаңағы баласы анадан ала туады. Бір жерде алапес дейді. Бұл ала туған бала халыққа жаман оқиғалар әкеледі. Нышаны жаман деп, ханның уәзірлері баланы жаңағы айдалаға апарып тастауға кеңес береді. Енді бір вариантында ханның бәйбішесі жаңағы бала тумаған екен, тоқалдан туған бала, жаңағы ала туған баланы қызғанып, жаңағы баланы айдалаға апарып таста деген жаңағы кеңес береді. Сөйтіп не керек? Хан баланы айдалаға апарып тастайды. Айдалаға апарып тастаған бала өзімен өлтіріңдер деп айтады. Енді уәзірлер апарған жаңағы жасауылдар кішкентай баланы өлтіруге қимай, сол далаға тастап кетеді. Обалына қалмайық, қолымызбен өлтірмейік дегендей қылып. Міне сол баланы далада жүрген баланы, аңшылықпен күн көріп жүрген баланы үйсін көріп қалады. Майқы бидің баласы үйсін. Сөйтеді, әкесіне келіп айтады: мен бір бала көрдім, бір ерекше бала секілді деп. Содан майқы би осы Шыңғыс ханнан кейінгі бір ерекше жан туралы естіп отырмын, апаршы мен деп, өзі арбаға мініп жүреді екен дейді, аяғы ақсақ екен дейді. Сөйтіп балаға келеді арбамен. Арбамен келген кезде жаңа Алаша, ала туғандықтан Алаша деп кеткен, орнынан ат тұрып, Қара Бұқараның азығы, хан атаулының қазығы деп, ассалаумағалейкум деп сәлем береді. Сәлемін алған майқы би жаңағы Алашаны өзінің жаңағы ауылына алып келеді. Сөйтіп оны бала қылады. Түбінде осы бала хан болады деп айтып отырады екен майқы би. Міне сөйтіп атқанда жаңағы Алашаның дабысы ана ханға жетеді. Бала тірі қалған, қасында 100 жігіт бар дейді, үйсін батыр қосылған. Содан бұл екінші бір биді жібереді, Қотан биді, 100 жігітпен баламды алып келіңдер деп. Қотан би барып, ана 100 жігіттің көрген тұрмысын көріп, еркін тұрмыс, жаңағы қазақылық дегендей, қазақылық күн көріп жүр. Ол 100 жігітте Қотан бимен бірге қалып қояды. Содан тағы бір 100 жігіт жібереді хан, Алшын биді қосып. Содан Алшын би келсе, 200 жігіт кең далада емін еркін өмір сүріп жатыр, рахат, жаңағы қазақылық өмір. Содан ол 3 жігітте қалып қояды. Сөйтіп сол 3 жігіт жаңағы орталарынан Алашаны хан етіп, Алаша хан болып, жаңа халық атанған екен дейді. Содан сол 300 жігітті Алаша ханның жанына біріктіріп жүрген кісі майқы би. Енді осы аңыздың соңынан осы не шығады, сөз шығады, аңыздар айтылып отырған. Енді осы сөзге мән берейік. Түгел сөздің түбі бір дегенде, қазақ түгел сөзді көне мағынасында бірлік деп түсінген. Төртеу түгел болса, төбеде келеді, алтау ала болса, ауыздағы кетеді деген сөз бар қазақта. Сонда төртеу түгел болса деп отқан, төртеу бірлікте болса, төбедегі кісі келеді дегенді айтып отыр. Сол түгел деген сөз бұл жерде көне мағынада бірлік деген мағынада қолданып отыр. Ендеше майқының істеген ісі бұл бірлік іс. 300-дің басын қосып, Алашаны хан еткен, Ұлытауда хан көтерген екен дейді. Міне осы мәтелдің туына осындай жаңа халықтың аңызы
жаңағы мәжбүрлеген дейміз бе, енді қалай айтсақ соның негізінде туған. Енді тағы бір қызығы бар. Осы аңыз, Майқы би туралы аңыз, Абылай хан тұсына келген кезде дәл сол үлгіде қайталанады. Тек қана кейіпкерлер ауысады. Майқы бидің орнын Төле би ауыстырады. Жаңағы Абылай хан сабалақ болып, жаңағы Төле бидің қолында малшы болып жүреді. Ол Төле биді өзі іздеп келеді. Өйткені Төле би Үйсін руынан, ал қазақтың ескі танымы бойынша хандық ол Үйсін руынан жаңағы шығу керек. Немесе хандықтың батасы, хандықтың қолдауы Үйсін руынан болу керек. Сондықтан Абылай хан келіп, Төле биге келіп, жаңағы іздеп келеді. Оның малшысы болады, жаңағы алдымен қойшы болады, одан жылқышы болады деген секілді. Ақыр соңында қалмақтар келген кезде Төле биден бата сұрап, рұқсат сұрап, сол қалмаққа бірде Қабанбай батырмен, бірде Бөгенбай батырмен барып, қалмақтың батыры Шаршыны өлтіріп, жаңағы Абылай атанады. Міне осы манағы Үйсін биге қатысты айтылатын аңыздың сюжеті 18 ғасырда Абылай ханның тұсында, Абылай ханға қатысты айтылатын аңызда жаңағы жалғасын табады. Енді бір айырмашылық, мысалға кімді Алашаны Үйсін өзі іздеп келген болса, өйткені оның да логикасы бар, халықтық логикасы бар. 300-ді құрылған жоқ әлі, оны құру керек. Соған қамқоршы болып жүрген Үйсін Майқы би. Ал енді Абылай Төле биді өзі де келеді, себебі Абылайдың мақсаты 300-дің басын қосу. Ал 300-дің басын қосқан кісі Үйсін Майқы би еді. Ал 18 ғасырдағы оның тұқымы, ұрпағы, оның ісін жалғастырушы Төле би еді дегендей. Міне осыдан келіп бізде Абылай жаңағы сөздің, түгел сөздің түп атасы Майқы би деген көне сөзден бір несі жаңа бірлікті білдіріп отырса, халықтың бірлік деген мәселесін қозғап отырса, екінші бір жаңағы жемісі, екінші бір жаңа қолғабысы дейміз, тағы да екінші бір әсері қазақтың екінші бір аңызының сюжетіне арқау болған. Бұл жаңағы Абылайдың жетімдік көрген кезі, жаңағы жоқшылық көріп жүрген кезі, сөйтіп сода Төле бидің қолында болып, содан хан атануы. Халықтың логикасы қисыны сол, халық қисыны 300-дің басын қосқан кісі Үйсін Төле бидің немесе Үйсін Майқы бидің ұрпағының жаңағы қамқорында болу керек. Сондықтан біздің 300-дің басын қосқан Абылайды жаңағы Үйсін Майқы бидің тұқымы Төле бидің қолына әкеледі. Міне кеше өткен бір сөзімізде мифтік тарих деген мәселені қозғаған болатынбыз. Сол мифтік тарихтың бір көрінісі де мінекей мына Абылай ханға қатысты аңыздарда бар. Оның ізі жүр. Сондықтан кешегі бір айтқанымдай мифологиялық тарих дегеннен қорықпау керек. Мифологиялық тарих дегеннен тітіркенбеу керек, қорықпау емес, тітіркенбеу керек, өйткені ол халықты барлығы өткен. Мен кей кезде айтар едім, қазіргі мынау үлкен жаңағы Уолт Дисней деген секілді көптеген жаңағы мультфильмдер, шым-шытырық оқиғалы жаңағы не шығаратын компаниялар сол халықтың сол мифологиялық түсініктерінен, мифологиялық көне түсініктерінен нәр алып, соны қиялдандырып, оны ары қарай жалғастырып, жаңа заманның сарына қарай, жаңа заманның технологиялық ерекшеліктеріне қарай жаңағындай бұрып, жаңадан сюжет құрап, жаңадан не жасап жатқан жайлар бар. Сондықтан біз түгел сөздің түбі бір дегенді айтамыз деп, мінекей осындай қазақтың тарихындағы осындай бір кезеңдерді де сөз қозғап кетуімізге тура келіп жатыр. Себебі осындай сөздерді ашуды мен осы эфир арқылы пайдаланғым келіп жүр. Өйткені кітап жазғанбыз біз, бірақ сол кітаптар қаншалықты жетіп жатыр оқырманға, оқырманымыз қаншалықты оқиды оны, біз оған енді оны біле алмаймыз. Өйткені кітаптан кері байланыс жоқ.
кітап шықты, кетті, ол оқырманға жетті ма, жетпеді ма, ол жағынан беймәліміз. Ал енді мынандай фейсбуктегі парақшаларымыз пайдаланып, тікелей эфирді пайдалансақ, сөзіміздің жеткендігін, сөзіміздің жаңағы тыңдап отырған кісілердің бар екендігін біліп отырамыз. Сондықтан осы бір әдісті, жаңа заманның әдісі, қазір біз бір тыңдаған нәрсені жазып отыратын ұрпақ жоқ қазір. Бұрын біздер лекция жазып отыратынбыз. Мына жоғары оқу орны кеңес заманында оқығандар біледі деп ойлаймын. Жаңағы лекция жаза қолымызға мүйіз мозоль шығатын, немесе қазақша айтсақ мүйіз шығатын. Сондықтан конспект жасайтынбыз дегендей. Сондықтан қазір ол заман жоқ. Ақпарат технологиялар дамыған заман. Мына Ахмет Байтұрсыновтың бір айтқан сөзі бар. Сол сөзді көбіміз айта бермейміз, ескере бермейміз, айта бермейміз, ескере бермейміз. Сол Ахаңның айтатын бір сөзі бар. Ғылым деген нәрсенің түпкі мақсаты адамның бейнетін жеңілдету деп. Сол секілді біз ғылымның жетістіктерін пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Мынандай тікелей эфир, фейсбук деген нәрселер бұл ғылымның жетістігі. Осы ғылымы, ілімі мықты елдер осындай технологияларды шығарып жатыр. Біз осы әзірге пайдаланушымыз, бірақ біздер де түбінде осындай технологияларды шығаратын халық болуға тиістіміз. Бұл сөзімді әрине жастарға бағыттап отырмын. Тыңдап отырған жастар осы жаңағы осы сөзді солар құлақтарына іледі ғой деп ойлаймыз. Енді біздер енді орта жасқа келдік. Біз енді қолымыздан жаңағындай бір технологиялық бір жаңалықтар ашу келмесе де, сол технологиялық ақпарат құралдарын пайдаланып, соны үйренуіміз керек. Сол жетістіктерді біз өзімізге пайдалана білуіміз керек. Біріншіден біздің бейнетімізді жеңілдетеді. Екіншіден жаңағы тыңдаушыларға да ыңғайлы. Ал енді үшіншіден әйтеуір кімнің оқып жатқандығын, немесе кімнің тыңдап жатқандығын мына экранның бетінен көреміз. Сондықтан тыңдап отырған кісілерге көп рахмет айтқым келеді. Сіздерге осы айтылған ойымыз бір пайдаларыңызға асып жатса, біз бек қуаныштымыз. Бұл эфирді мен осы шығарғаныма, осы эфирді айтып жүргеніме бір 10-15 күннің шегі болып қалды. Ондағы алған сөзім мынау Абайдың ғақлиясындағы, бірінші ғақлиясындағы айтылатын ой. Ойымды білгенімді айтайын, керек адам алар, керек еместі қажет алмас, бірақ ойымызды айтайық деген, жаңағы ойымды айтайын деген Абайдың бір сөзі бар. Сол секілді сол ойымызды осындай эфирде жолдағымыз келеді. Біраз кітаптар жаздық, бар кітаптарымыз. Егер оқырман қауым қызығып жатса айтуымызға болады. Мына ненің эфирдің тақырыбына да қойдым оны. Екінші бір эфирдің тақырыбына қойылмаған бір кітабымыз бар, ол қазақ хандығы және тарихи аңыздар деп аталады. Сонау 15-ші ғасырдағы қазақ хандығынан 18-ші ғасыр, 19-ші ғасырға дейінгі аңыздарды сүзіп шығып, монография жазғанбыз, диссертация қорғағанбыз, докторлық. Сондай да еңбектеріміз бар. Енді сол мәселелерді біз осындай, сол мәселелердің ұшықтарын, сол мәселелердің үзінділерін осындай бір жаңа заманға сай бір ақпарат құралдары арқылы жаңағы жеткізуді жөн санадық. Сонымен қорытындылап айтатын болсақ, халық қашанда бірлікті қалаған, бірлік ел мықты, бірлік бар жерде тірлік бар дейді қазақ халқында. Соның бірлікті ұйымдастырған кісі қазақ халқы үшін Майқы би. Қазақтың басын бір ханға бекіттіріп, немесе бағындырып, сол ханды өзі тәрбиелеп, өсіріп, жетім қалған Алашаханды әкесі қуып жерген Алашаханды хан қылып, қазақты жұрт қылған. Сондықтан түгел сөздің түбі бір деген сөз, жаңағы бірліктің түбі бір. Ал сол бірліктің өнегесін көрсеткен Майқы би деген мағынаны білдіреді. Кейбір біздің зерттеушілеріміз түгел сөзді барлық сөздер деп алып жүр.
барлық сөздерді шығаратын жаңағы ол майқы би емес, барлық сөзді ешкім шығара алмайды. Әлемде неше түрлі дыбыстар бар, неше түрлі тілдер бар. Сондықтан бұл сөздің мағынасы бірлік деген мағына. Тіптен түгел деген сөз бірлік деген мағынаны білдіретін түгел сөз мына эпостық жырларда да кездеседі. Барақ батыр туралы, асау барақ туралы жыр бар. Сондағы қазақтың басын біріктіріп жоңғарларға күрес ұйымдастырып жүрген қарт кісінің аты Түгел. Сондықтан түгел деген сөз бұл сол жерде жаңа бірлік істі жақтап жүрген кісінің бейнесін білдіреді. Түгел де түгел қарт та бір, біздің майқы би де бір. Содан шығып бізде билерді бүкіл бірліктің жаршысы етіп көрсету бар. Біздің 300-дің биі сол бірліктің жаршысы ретінде көрінеді аңыздарда. Бірақ шындық өмірде әртүрлі жағдай болған. Ол мәселе бүгінгі әңгіменің мазмұны емес қой деп ойлаймын. Жаңа қырсық кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ, қыңыр кісі бір жақ болмасын дегендей, ол сөзді мен жаңа қолдағым келмейді. Бірақ бірлік деген сөз, бірлік деген ұғым біздің бей шешендердің негізгі жаңағындай тірлігіне, негізгі істерінің мазмұнына айналған. Өйткені ол өнегені салып кеткен майқы би, одан кейінгі ол өнегені жалғастырған Төле би. Міне осыдан қазақтың тұтас бір бей шешендер әңгімелері, бей шешендік сөздер дүниеге келген. Мен осымен, құрметті достар, тікелей эфирімді аяқтағым келеді. Құлақ салып тыңдап, назар қойғандарыңызға рахмет.